Ассалаумағалейкум Джеги, бүгінгі видеода 2026 жылы қандай мопед сатып алуға болады деген тақырыпта бәріміз талқылап сол жайлы әңгімелессек. Себебі альтерде уже бір аптадай болды. Жаңадан біздің мопед сообществоға балдар келіп жатыр и қандай мопед алуға болады деп сұрайтындар бар. Себебі оларға мысалы мына барлық мопедтерді көреді да түсініксіз ше, біз уже бәрін білеміз ғой почти. И жаңадан келген новичоктарға соны түсіндіріп айта кетсек. Қазір мен өзімнің пікірімді осы жақта айтамын видеода. Егер де менімен бір келіспей қалсаңыз или бір қосымша бір ақпарат болса, комментарийға жаза кетсеңіз. И бұл видеода менің тек субъективті пікірім болады, тек өзім ойым. Енді бастасақ. Мына жақта көріп тұрғаныңыз новичоктарға. Мысалы сіз жаңадан мопед алып жатсыз. Ең көп қазір таралған 2022 жылдан бастап 2026-ға дейін бізде осындай самурай, танк, М8 деген мопедтер көп болған. Осындай самурайлар 2024 жылы хит болды. Что самурай болсын, сосын М8 болсын, бұлар 2022-23-те хит болған. Что танк болсын, бұлар да примерно 2022-23-те хит болған мопедтер. Бұлардың қозғалтқыштары, двигательдері көбінесе бірдей. Примерно 90%-ке бірдей, поэтому разница особо жоқ. Бұл жерде өзіңіз комфортқа қарай, дизайнға қарай соны көресіз да. Мысалы танктар сәл ауырлау жүреді, сосын фарлары мықты, бірақ осындай массовитый. М8-дердің фарлары танкпен салыстырғанда нашарлау, бірақ бұлар компактный, жеңіл. Самурайдың да фарлары нашарлау М8-де сияқты. Ең мықты фарлар мысалы танкта, самурайда между рядтарда өткенге ыңғайлы, сәл андай белсенді да, активный. То есть көп тәжірибесі жинағандар самурайға өтеді М8-ден кейін. Кейбіреулерге М8 ұнайды, потому что жеңіл, разгоны сәл тезірек жүреді. Вот, а так, в принципе, именно ремонт жағынан, запчасть жағынан, двигатель жағынан олар бәрі бірдей. Егер де самурайды жасай алатын адамға барсаңыз, ол спокойно сізге М8-де, танкта бәрін жасап береді. Поэтому бұл пока что самый распространенный мопедтер, бұлар көп. Қазір олар пока что нарықта көп болып тұр, бірақ менің ойымша олар жаймен нарықта азайып бастайды. Себебі қазір электралар келіп жатыр нарыққа, сосын HOG деген фирма көбейіп жатыр. Ол жайлы мен де қазір айтатын боламын, бірінші поколение, екінші поколение жайлы. Поэтому олардың уже тренді 2026-та сәл азайып бастайды. 2026-та да оларды алуға болады, пока көп, но уже 27, 28, 29 жылдары олар уже азаяды, потому что олардың ресурстары көбінесе примерно 10 000 километрға дейін. Я білем, балдар айту мүмкін, жоқ, брат, мен бұмен 20 000, 30 000, 80 000 километр жүрдім, нормально деп. Бірақ егер де біз жалпы статистикамен қарасақ, общий статистикада примерно без поломок сынбай олар где-то 10 000 километр жүреді, содан кейін жаймен шашылып бастайды. Поэтому егер де сіз мопедті өзіңіз үшін алсаңыз, күніне 30-40 километр жүрсеңіз, онда болады. Потому что күніне 30-40 километр жүрсеңіз, 10 күнде примерно 400 километр, бір айда 1200 километр. И бізде жылы кезде көбі шығады, для себя жүретіндер. Мысалы, 5 ай жүрсеңіз, примерно 7000 километрдей сіз жүресіз. Бір жылға, бір сезонға спокойно жүрсет, даже 2 сезон, онымен тебес сол мопедтермен, без поломок особых, просто уақытылы обслуживаниясын жасап. Поэтому для себя 2 жыл онымен спокойно жүре аласыз. Ал егер де курьеркаға болса, көбі курьеркада примерно 100 километр күніне жүрсе, 10 күнде уже 1000 километр жүріп тастайсыз. И уже бір айдың ішінде, получается, 3000 километр бір айдың ішінде жүресіз. 2 айда 6000, 3 айдың ішінде почти, 3 айдың ішінде сіз уже 10 000 километр жүріп тастайсыз да. И ол уже оның ресурсына тақалады, одан кейін жаймен бір карбюраторын ауыстырасыз, тағы да бір проводкаң бір нәрселерін солай сізге либо мықты бір жақсы бір механик танысыңыз, досыңыз болу керек, либо өзіңіз сол ремонтты сәл өзіңіз біліп алуыңыз керексіз да, чтобы каждый раз ақшаны жұмсамау үшін.
Поэтому курьеркаға қазір көбі кімде М8 самурайлар болды, олар либо электромопедтерді арендаға алып жатыр, либо жаймен хауджи соларға көшіп жатыр. Поэтому вот бұл жерде өзінің сондай екі бағыты бар дегендей, өзің сонымен ойланасыз. Бірақ ремонт жағынан, запчасть жағынан, в принципе, бағалар относительно арзан. Япошкалармен салыстырғанда, қазір япошкалар жайлы айтам, Dayanг, хауджимен салыстырғанда запчастьтары арзан, ремонты арзан болады. Енді Dayangтар жайлы бізде танымал болған көбінесе осындай міне Dayangтың түрі примерно 70-80 куб. Курьерлер арқасында өзін дәлелдеді мықты сапа жағынан. 2023-тері, 24-тері сорын пик популярности болған, көбінесе арендада жүрді. Бірақ именно для себя оны сатып алуға енді білмеймін. Оның бағасы мен 2024-те сұрастырғанда 450 мың ба сондай болған. Меніңше 70-80 кубқа 450 мың деген баға қымбат сияқты. Лично мое мнение, енді кейбіреулер келіспеуі мүмкін менімен, бірақ меніңше ол қымбат ондай кубатура. Егер де бұның бағасы примерно 300 мың болса, даже М8-дермен салыстырғанда, хоть М8-дер оның жылдамдығы М8-дердікі тез, но все равно бұлардың кепілдігі Dayangтардікі мықтырақ, онда Dayangты ұсыныс етуге болатын, бірақ Dayang өте қымбат өзінің кубатурасына қарағанымен, жылдамдығы 50-60 пен жүреді. И біздің Қазақстанда, қалаларымызда, мысалы Алматыда болсын, машиналар кесіп подрезать етіп кетеді, қауіпті болады. Поэтому мопедтің жылдамдығы меніңше хотя бы 70-80-ге дейін бару керек. Ал Dayangтар где-то 50-60 сондай жүреді да. Поэтому именно жылдамдығы бұл жерде минус болып тұр. И келешекте уже Dayangтар азайып бастайды, потому что бұлар көбінесе арендада сұраныста болған, ал арендада қазір электровеликтер, электромопедтер өздерінің станцияларымен, электромопедтер бензиновыйлармен салыстырғанда олардың двигательдері, қозғалтқыштары олай жиі сынбайды. Единственное, покрышкалар көп кетеді деп естігем, потому что пока что нарыққа сапалы покрышкалар келмеді. Но в принципе келешекте покрышкаларын тұрақталаса, электромопедтер именно аренданы уже жаулап алатын сияқты меніңше, потому что бағана айтқандай өздерінің станциялары бар, аккумуляторды шығара салады, қоя салады, басқа аккумуляторды алады, Каспий постаматта сияқты өздерінің нелер көп, соның станциялар. Вот поэтому для себя өте қымбат, арендаға электромопедтер оларды уже все вытеснять етіп жатыр да. Сосын хауджи, бұл бізде хауджи, мен оны бірінші поколение деймін, может ол дұрыс емес шығар, но в общем бұл хауджи VS 125 деп тұрады. Міне мына жерде жазуы бар екен. Бұлар карбюратормен жүрген, бұлардың модельный рядтары негізі, по-моему, 2018-ден бері 2022-ге дейін ба заводтарда шыққан, ал бізде бұлар 2023-те сатылымға келді, походу Қытайда сатылмады, и солар складтарына бізге әкелді, 23-те, 24-те сатылды. Қазір бұл бірінші поколениялар VS-125-тер уже заводта шықпайды. Бұлар уже заводта шықпаған соң, бұлар да енді жыл сайын азаятын болады. Қазір көбінесе бэушныйлар жүр, либо кейбіреулердің складтарында там 3-4-еуін бай таба алмасаңыз. В принципе, запчастьтар Пиндодада бар жерде бар, өздерін мықты дәлелдеді. И осы VS-125 өзін дәлелдеген үшін карбюраторлық версиясы, қазір балдар Хауджидің VX деген версиясын сатып алып жатыр, қазір оны да мен көрсетем. И осының репутациясы арқылы негізі осы мопед репутацияны бастады Хауджидің. И қазір уже балдар Хауджидің жаңа модельный рядтағы линейкаларын сатып алып жатыр. Қазіргі таңда сіз жаңасын бұны вряд ли табасыз, таба алмайсыз, ал бэушный алсаңыз тоже я не советую, потому что Хауджидің ремонттары сәл қымбаттау тұратын болады, олар көп таралмаған, ремонт жасайтын адамдар аздау, тапсаңыз да бағасы қымбаттау болады, может көбірек уақыт алады, запчасть табу сәл қиындау. Поэтому егер де бұрында кім сатып алғандар оларға нормально, а қазір 2026 жылы я уже не советую особо. Сосын VX-125-тік, бұлардың да модельный рядтары, по-моему, 2022 жылдан бастап шықты ма сондай. И келешекте бұлар бағанағы VS-125 сияқты заводта тоқталуы мүмкін, солардың шығарылуы, производствода олар тоқтау мүмкін, но пока что олар шығып жатыр, сатылымда қалада 2-3 магазинде бар. Қазір оны сатып алуға болады, жаңадан да, для себя алсаңыз да, курьеркаға да негізі әдемі. Бұлардың ресурстары балдардың айтуы бойынша 20 000 километр спокойно жүріп шығады, без поломок, егерде обслуживаниясын, бәрін қаралымын, уақытылы бәрін істесеңіз. Бәрін уақытылы қарап, содан кейін өзінің
Ресурсы 20 000 болса, значит, егерде для себя жүрсеңіз, ол 3-4 жыл сізге жүріп береді, 3-4 жылдай. Для себя 3-4 жылда жүресіз, а егерде курьерка болса, значит, примерно 1 сезонға жетеді. Жарты жылға даже одан көбірек. Курьерлер тем более көбі ремонт жағынан сәл-пәл жақсы біледі, поэтому 1 жыл спокойно жүресіз, 1 сезон. Содан кейін ремонт жағынан түсінсеңіз, там запчастьтарды тауып алсаңыз Алматыда сататындарды, онда нормальный болады. Қазір еще нормальный, бірақ единственное модельный ряды ауысып кетпеу керек та. Егер де ауысып кетсе, онда бұларға уже қаладағы магазиндер запчастьтар алып келмейді, потому что запчастьтар ұзақ сатылатын болады. Потому что запчастьтар ұзақ уақыт сатылуы мүмкін, и оны Пиндодадан заказ ету керек болады сізге запчастьтарды. И сәл қиындау болады, сосын японский мопедтермен сияқты. Ну, қазіргі таңда 2026 жылы бұлар пока заводта шығып жатыр. Қазір Самурай М8-ден, танктен кейін көп мықты курьерлер осы VX-терге өтіп бара жатыр. Сол себепті осы 2026 жылы ұсыныс етуге болады осы VX-терді сатып алуға. Для себя да, курьеркаға да өте әдемі вариант. Магазиндерді қаладағы бұларға әкеліп бастайды запчастьтарды, потому что бұлар көбейіп жатыр, көп балдар. М8-ден кейін, Самурайдан кейін, танктен кейін, сол мопед китайский таралған мопедтерден кейін оларды уже ремонттарды жөндеп шаршаған соң осындай VX-терге өтіп жатыр. Сосын бұлардың производство жайлы айта кетсем, мысалы Даянг болсын, М8, танк, Самурай, Хауджи, олар бәрі Қытайда жасалады. Но Даянг пен Хауджида өздерінің технологический стандарттары бар. Даянгтың өзінің мықты Қытайдағы завод жасайды. Даянгтың, Хауджидің заводы тоже олар Сузукимен бірлескен. И қазір Хауджидің дәрежесі, сапа жағынан уровеньдер почти Сузукиға жетті, японский технологиямен жасалған. И двигательдері почти японский технологиямен бірдей. Мен даже естігем, что Алматыда, там, Қазақстан қалаларында японский мопедтерге запчастьтар тауылмағандар Хауджидің запчастьін өздерінің японский мопедтеріне қойып жатады, потому что Хауджиға запчастьтар көп. Пиндодо сондай сайттарда и технологиялары, запчастьтардың өзінің келетін совместимостері дәл япошкаларда сияқты. Поэтому Хауджи мен Даянг олар сәл бөлек жүреді. Ал Самурай, танк, М8 дегендер, олар мысалы сборочный цехтерде жасалады. То есть мысалы бір сборочный цех деген почти завод сияқты, бірақ, скажем, ол мегазавод. Мегазавод. Ал сол мегазавод басқа кішігірім заводтардан тапсырыс етеді. Бір заводтан двигатель, бір заводтан пластик, бір заводтан электроника и солай кете береді. И поэтому бізде балдарда бұрында көп спор болатын еді 2023-терде, 24-терде, что барлық мопедтер бірдей ғой дейді. Жоқ, бірдей емес, моторлары бірдей ғой дейді. Ол жақта моторларының конструкциясы японский мотордың копиясы болған, бірақ сол мега заводқа басқа кішігірім заводтан жіберетін сапалары сәл былай айырмашылығы болатын еді. Енді прям разница бар деп айтатындай емес, но сәл бір доля, бір өзінің бір проценттеріне айырмашылығы болған. Кейбір пластиктер қарайсың, мысалы біреулердің пластиктері глянец сияқты бір жыртылап тұрады, прям әдемі болып тұрады да, кейбіреулердікі жайский бір сападан жасалған. Мысалы пластиктен басқа там карбюратордың пружиналарында мысалы айырмашылық бар. Кейбірде пружинаны настройка жасайды, чтобы разгонға. Кейбірлердің мысалы мопедтердің бір сидушкасында айырмашылық бар. Бір фирмалар бар, сидушкалары қатты болады. Хотя барлық бірдей М8-дерді аласың, бірақ бір фирманың М8-ін қарайсың, то есть крышкадағы жазу бойынша даже фирма деп айтпай қояйын, но біреулер сондай өздеріне бренд жасағандар, но олар сол мега заводтардан заказ еткендерде, сол әр мега завод әртүрлі соны жинайтын еді, поэтому, то есть, контроль жоқ. Бұл М8-дерде, Самурайлерде контроль болмайтын еді, поэтому кейбіреулерінде мысалы бір айдан кейін мотор стук беретін еді, кейбіреулерде моторлары 40-50 мың жүріп беретін еді, кейбіреулердің фарлары өте нашар болады, кейбіреулердікі более-менее, кейбіреулердің сидушкалары жұмсақ, кейбіреулердікі қатты болып кетеді, кейбіреулердің ручка газысы жұмсақ слишком, кейбіреулердікі қатты, там комплектацияға байланысты. В общем, бұл жерде стандарт жоқ, просто настроенияға байланысты заводтар жасай береді да, оны стандарт жоқ, амаларда стандарт болған.
Так, енді японскийлар жайлы айтсақ, таза оригинал япошкалар. Японскийлар бізде бұрыннан бері олар болған, даже китайскийлар келмеген кезде де ол жақта ярый любительдер, именно доставкаға емес, для себя жүретіндер еще 2000 жылы, 2005-те, 2010-дарда для себя алып келген сондайлар болған. Олар өздері ремонттайтын еді, потому что олар ярый любительдер өздері ремонттай алады. И бұлар бұрыннан бері болған, бірақ өте аз. Потом 2020 жылдары пандемия кездерінде курьерка бізде қалай басталды, сол кезде мопед темасы да сол кезде басталып кетті. И япошкаларды көбірек әкелініп, бізде, короче, көбірек әкелінді. И егер де япошканы сіз шынымен де жақсы сапада алсаңыз, там 10 мың, 15 мың пробегте, онда олар сізге где-то 60 мың пробег спокойно жүріп береді. Бірақ қазіргі таңда бізде нарықта мотоциклді алып келетін, японский мопедтер алып келетін өте көп андай адамгершілігі жоқ адамдар көбейіп жатыр. Сондай поставщиктер, не добропорядочный дейміз ба. То есть олар аукциондарда, мысалы, ладно, битый машина, да, бірақ битый мотоцикл, битый мопедтерді да әкеледі. Понимаете? Оларға адамның өмірі просто ничего не стоит, оларға просто ақша жасау, а кейбіреулер сол төмен бағаға қызығады, төмен бағадағы мотоциклдерге, төмен бағадағы осындай япошкаларға и сатып алады. Хотя это как покупать кота в мешке, как будто вот өзің былай білмеген нәрсені сатып аласың да, потому что бұл БУ. Егер де японский мопедтердің бізде ресми дүкендері ашылса Алматыда, Suzuki адрес стор деп келесің, жаңа Suzuki адрес сатып аласың, там басқа нелерді, онда болатын, бірақ бізде ондай ашылмайды, потому что олардың бағалары өте қымбат, 3-4 миллион тұрады, онда ол 3-4 миллионға машина алмайын ба дейді да бізде елдер. Поэтому ешкім жаңасын алмайды, бэушный қызығады. Бірақ жақсы бэушный япошка минимум 1,5-2 миллион, 2,5 миллион тұрады. Поэтому, конечно же, бұлардың оригиналдары меніңше бірінші орында, егер 0 пробегпен сатып алсаңыз. Бірақ бұлар бәрі пробегпен, бұл чисто лотерея. Потому что аукционнан келеді, аукционный листті көрмейсіз. Кейбір магазиндер бар деп естігем, сіз компьютермен бірге солармен отырасыздар, аукционнан бірге тапсырыс етесіңдер, ол еще более-менее. А кейде даже без аукционного листа бұлар келеді, аукционный лист болмайды. Қандай бұларға вложение, не болған білмейсіз. Может, ол ДТП-ден кейін екіге бөлініп, может, оларды сварка жасаған. Егер де Құдай сақтасын, бір кішкентай бір ДТП-ға түссеңіз, мынау просто екіге бөлінеді да, өзіңіз ұшасыз машинаның астына ма, неге, Құдай сақтасын, поэтому білмеймін енді. Либо, может, машиналарда утопленник деген бар, бұларда утопленник болуы мүмкін. Кім біледі, Японияда біреу басып келіп, бір суға түсіп кетсе шығар, су көп қой. Ол утопленник те болуы мүмкін, электроникасымен проблемалары бастауы мүмкін. Может, бір мына жағына бір машина кіріп кеткен, или басқа бір мопед, может, оның дөңгелегінде бір не бар, бір дөңгелегінде емес, өзінің конструкция рамасында, может, уже трещиналар бар соның ішінде, может, оны варить етіп жүреді технично. Егер де ертеңгі күні бір кішкентай ямаға түссеңіз, осы артқы или алдыңғы дөңгелекпен, может, дөңгелегі вообще ұшып кетеді мысалы ше. Поэтому японскийлар енді 50-50. Егер де сенімді бір магазиннен алсаңыз, бұрыннан бері істеп келе жатқан и өзіңізбен сенімді мықты мотоцикл, мопедті білетін адамды алсаңыз, ол до конца соны 1 сағат соны қарап, аукционный листтарын тексеріп, сатушының мазасын алып, до конца соны зерттеп, психология жағынан, онда может быть нормальный сатып аласыз. Еще былай болады, что пробегтердің көбі скрученный, мысалы, олардың ресурстары 60 мың километр болса, ол уже Япониядан 30-40-50 мың километр жүріп келеді да. И, мысалы, 50 мың километр или даже 60 мың километр ол жүріп шығады, утилизация кетеді, ол утилизация істемей бізге жүреді. Уже, скажем, 60 мың километр жүру керек, 60 мың километр пробегмен уже бізге келеді. Оны алады да, пробегін скручивать етіп жүреді да, и, мысалы, 10 мың пробег жасап қояды. Потому что жапондықтар өздерінің мопедтерін жақсы қарайды ғой, 60 мың километр, как будто ол 10 мың километр жүргендей көрінуі мүмкін, даже 5 мың километр, почти жап-жаңа болып тұрады да. И состояниесі жап-жаңа мопед келсе, там пробегі 5 мың, бағасы там 300 мың теңге деп тұрады, там 400 мың, там 500 мың, и ух ты, мына пробегі аз екен, не істеймін мен мынандай бір китайский мопед лучше мынандай алмайын ба, 300 мыңға дейді да. И потом 5-10 мың километр жүргеннен кейін ана шашылып бастайды. Біздің өзіміздің местный там Дима, Ваня, Володя дегендерге барып бастайды.
олар баған деген ауадан алып там 30 мың 40 мың 100 мың деп заряжать ете береді. И потом анаң уже несі кетеді да, желаниесі, ой мынаның япошка хуйня екен, алмаймын, лучше мен китайский ала салған дұрыс екен деп соларға хейт кетеді. Хотя япошкаларға жететін мопед жоқ. Японецтер машинаның да потологын қойды, мопедтердің де потологын қойды. Просто ол жақта нормальный состояниеда табу керек та, бірақ ондай өте қиын. Осы видеода примерно былай айта кеткен сияқты өзім ойымды. Мен білем, бұл менің субъективті пікірім, кейбіреулермен келіспеуі де мүмкін. Поэтому комментарияға жазсаңыз, өзіңіз қандай қосымша нәрсе айта аласыз, қандай, может, мен айтпаған бір мопедтердің түрлері бар шығар, может, мен где-то қателіктер болды мопедтер жайлы айтқан кезде. Но мен общий статистикада, мысалы мен өзім группамда 4000 адам бар қазір. Учет кезінде где-то 8000 адамға дейін жеткен. То есть 8000 адам әрқайсысы бір-бірлерімен күнде сөйлеседі. Мен күнде оқимын, әр чатты, әр сообщениені до конца оқимын. Курьерский чаттар бар бізде, Вольт группа, Яндекс группа, Индрайвер группа, Глово группа, бәрін до конца оқимын. Кім қандай мопедпен жүр, қандай электромопед, қандай арендада жүр, арендаға беретін адамдардың иелерін танимын, кімнің характері қандай, кім қандай относиться етеді өздерінің арендаға беріп жатқан техникасына, техникалардың минустарын, плюстарын. То есть примерно обобщенно жалпы түсінік менде сондай бар. Механик жасайтын, ремонт жасайтын мықты мопедтерді білетін балдар танимын, бәрін өмірде сөйлескен, подкасттар түсірген, примерно сондай жерге новичоктарға. Поэтому осындай видео осы сезонға түсірдім. Қалада осы мопедтерді көрсеңіз, уже білесіз да, примерно картина уже ойыңызда, то есть болады.